Құрметті әріптестер, біздер бүгін сабақта жасанды интеллект туралы өтетін боламыз. Соның алғашқы түрі бұл бізде ChatGPT. Іздеу салайық. Соның ішінде біз мына бірінші бөлімге өтеміз. Бұл жаңағы жасанды интеллектпен жұмыстану үшін біз алдымен тіркеліп алуымыз керек, немесе дайын аккаунтымыз болса, сонымен кіруге болады. Мен мысалы өзімнің Google аккаунтыма кіремін. Өзіңізде Google-дағы жаңа почтаңызбен, паролмен кіруге болады. Мені көріп отырғандай, өз аккаунтыма кірдім. Енді мен бұрыннан сол жұмыстанып жүргендіктен осы жасанды интеллектпен өзіме қажетті ақпараттар алдым. Енді соның барлығын сізге мысалмен көрсететін боламын. Мысалы, Қазақстан тарихы пәнінен 10-шы сыныпқа арналған тест сұрақтары қажет. Жауап күтейік. Мені көріп отырғандарыңыздай алдыңызға нақты жауап берді. Жасанды интеллекттің артықшылығы ол тілді таңдамастан сізге қажетті ақпаратты бере алады. Енді сол секілді, мысалы 5-ші сыныпқа арналған, мысалы үй тапсырмаларын сұрап көрейік. Математика пәнінен дейік. Математика пәнінен 5-ші сыныпқа арналған үй тапсырмалары қажет. Сұранысымыз жіберейік. Міне мысалы, қандай тапсырмалар бергендігін көруге болады. Мына жерде мысалы математика пәнінен 5-ші сыныпқа арналған үй тапсырмалары деп жалпы жазғанбыз. Мысалы соның ішінен көбейту кестесіне байланысты, немесе осындай тақырыпқа байланысты деп тақырыбын, сыныбын, пәнін өзгертуіңізге болады. Ол өз еркіңізде. Бұл сізге тек мысал ретінде беріліп отыр. Сондай орыс тілінен болсын, қазақ тілінен болсын ақпараттарды сұрасаңыз жібереді. Негізінде орыс тілінде сұралған ақпарат әлдеқайда нақты, дәлірек болады. Кейде қазақ тілінен жіберілген сұранысыңыз түсініксіз немесе жеткіліксіз болуы мүмкін. Сол үшін орыс тілінде сұрап, аударма арқылы өз тіліңізге аударып ыңғайлап алуға болады. Мен көріп отырғандай. Енді бізде бүгінгі сабақта ең маңызды ақпарат бұл бізде қымыжын қалай жасаймыз. Олай болса, мысалы орыс тілінде сұрап көрейік. Сұранысым нақты болу үшін. Бесінші сыныпқа байланысты сабақ қысқа мерзімді сабақ жоспарын сұрап отырмыз. Қазір көреміз. Көріп отырғандарыңыздай, өзіңіз не сұрайсыз, сол бойынша ақпарат береді. тақырып бойынша
әдістерін, мазмұнын, үй тапсырмаларын бәрін жіберіп отыр бізге. Сол секілді қазақ тілінде сұрап көріңіз. Мысалы деген биология пәнінен 7-ші сыныпқа арналған қысқа мерзімді сабақ жоспары қажет. Көрдіңіз барлығын, сабақ жоспарын, типін, құрылымын, уақытын бәрін нақты сіздерге беріп отыр. Үй тапсырмасына дейін сабақтың нәтижесінде күтілетін, орындалатын жұмыстарын да түрлерін бәрін жіберген. Міне көрдіңіздер, олай болса бүгінгі сабақта бізде ChatGPT жасанды интеллектісінен қандай тапсырмаларды сұрауға болатыны, қандай сұрақтар қойсаңыз өзіңіз жауап алатындығы туралы нақты айтылды. Тек қана сабаққа байланысты емес, кез келген өзіңізге қажетті ақпараттар қажет болса, осыны сұрауға болады. Мысалы деген Абай Құнанбаев туралы адамдар білетін жалпы ақпараттан гөрі нақты бір қызықты, ешкім естімеген мәліметтер алғыңыз келсе, осыны жазып көріңіз. Сол туралы да ақпараттар жібереді. Міне осы сабақта үйренген мәліметтерді іс жүзінде, тәжірибеде қолданып, көз жеткізіп жаттауға болады. Олай болса, бүгінгі сабақты тыңдағандарыңызға көп рахмет.